Саламатсыздармы? Қазір біз өкпелегіштік, өкпелеу эмоциясының адам өміріндегі әсері, бізге не үшін берілген, не үшін қажет, өкпелегіштік қасиетімен жұмыс жасау, өкпелегіштіктің соңы неге алып келуі мүмкін біздің өміріміздегі. Осы сұрақтарға қазір мен жауап беруге тырысамын. Өкпелегіштік, ең бірінші, өкпелеу эмоция ретінде бөлек, өкпелегіштік адамның қасиеті ретінде екі түсінікті бөліп алу керек. Өкпелеу деген ол эмоция. Эмоцияны еш нәрсемен ажыратып, немесе алып тастап, болдырмай, ол сезімді немесе эмоцияны мен сезінбеймін, маған ол эмоция керек емес деп ешбір ондай эмоциямызды ажыратып алып тастай алмаймыз. Өйткені ол бізге қажетті нәрсе. Эмоция деген қандай, қазір менің жағдайым қандай жағдайда тұр, бір нәрседен қорғану керек па, бір қиын жағдайда тұрмын ба, қашу керек па, бір шешім қабылдау керек па, стресстік жағдайда тұрмын ба, мен қазір қандай жағдайда тұруға бізге білдіру үшін бір әрекет ет дегендей сигнал. Барлық эмоцияның өзінің қызметі бар. Оны адам өз есейген кезде психикасы да есейеді. Сол есейген психика әрбір өзінің эмоциясымен жұмыс істей алып, өзінің эмоциясын тани алса, ол бір гармониялы деген не дейді? Жан жақты тұлға болып қалыптасуына бір қажетті эмоция деген ең маңызды, бізге қажетті. Біздің өзімізді тануға, дүниені тануға, өзіміздің эмоциямызды танысақ, біз басқа адамның да эмоциясын сезіне аламыз. Сонымен біз бір-бірімізбен байланыс жасай аламыз. Сол үшін де эмоцияның маңыздылығы біздің өмірімізде өте зор. Сол үшін, мысалы, бір тамақ, бізде асқазанда метаболизм бар ғой. Тамақ жеген кезде қанға, немесе тамақ витаминдерге ажырап метаболизм болады асқазанда. Сол іспеттес біздің эмоциямызда метаболизм, психикадағы. Қазір бір түсінікті тілмен айтқанда, бір эмоция келеді, барлық эмоцияны біз сезінуіміз қажет. Сезініп, сол эмоцияның соңынан бір шешімге келіп, тұжырымдамалар жасауымыз қажет. Кейбір адамдар болады, барлық ұсақ түйектен, барлық мемлекеттен де, әке-шешесінен де, өзінің баласынан да, достарынан да, айналасындағы көршілер бар, кім, барлық адамға өкпелегіштік қасиеті басым адамдар болады. Дүниетанымы сондай басым. Олар дүниенің өкпелегіштік арқылы көреді. Ең өкпелегіштік қасиеті басым. Өкпелеу эмоциясы емес. Өкпелегіштік қасиеті оларда әдетке айналған, күнделікті өмірінің бір өз бөлігіне айналған. Сол үшін өкпелеу эмоциясы мен өкпелегіштік қасиетін осы видеода қазір ажыратып алатын боламыз. Өзі эмоция не үшін бізге қажет? Өкпелеу эмоциясымен өз-өзіне жанашырлық сезімі қосылса, адам толық мазохистке айналады. Ол адам өзінің бүкіл өмірін біреуді кінәлауға, біреуді айыптауға, біреуге өкпелеуге, ең бастысы өз-өзіне жанашу деген элемент бар оның ішінде. Өз-өзіне жанашуға осының барлығы қосылып, бүкіл ол адамның дүниетанымын өзгертеді. Көп өз-өзіне жанашып, өз-өзіне жанашу сезімі қажет. Ол сезімді өшіріп тастауға, өз-өзіме жанашымаймын деп біз робот болып кетуімізге болмайды. Бірақ өз-өзіне жанашып болғаннан кейін, өзі эмоция мен сезімдер бір минут пен 3 минуттың арасында болады. Ары кетсе, бір қатты депрессиядағы жүрген, күйзелісте жүрген адам болса, бір 11 минутқа шейін ауыру мүмкін жаны. Қатты печаль, грусть деген не дейді? Сол эмоциялар мен сезімдер болған кезде 11 минутқа шейін адам қатты күйзеледі.
бірақ ең ол өмір бақилық емес, адам өзінің ойы арқылы өзіне жан ашуын арттыру арқылы осы эмоция мен сезімдерді көбейтеді қолдан. Біз енді өзіміздің қолымызда ғой, өміріміз миымыздағы ойымызды басқару, тоқтату. Өзіне жан ашу болғаннан кейін, жан ашитын ой келген кезде, мысалы үшін, маған мынанша мына адамға қанша жақсылық жасадым, мен бейшара болып қалдым, мен оған қанша өмірімді арнадым, мысалы. Бірақ сондай ешнәрсе болған жоқ, мені алдап кетті деген астында тұжырымдама болса, онда тоқтатып, эмоцияны, сезімдерді сезініп болғаннан кейін сезім жұтылады, сезінілу керек, барлық эмоция мен сезім. Барлығы сезініліп болғаннан кейін әрекетке көшу керек. Енді жарайды, осы оқиға болған екен, мен осындай оқиғаға түскен екен, мен қандай әрекет арқылы мен осы ситуацияны өзгерте аламын. Осы ситуацияны, осы жағдайды қабылдау қажет, ең бірінші. Қабылданғаннан кейін не істей аламын мен, қандай өзгерту жасай аламын. Ары қарай жалғастырып, тек қана өз-өзіне жан ашумен өткіздіре бермей өмірді. Өз-өзіне жан ашумен өкпелеу екеуі араласқаннан кейін адам онкологиялық ауруларға алып келуі мүмкін. Осы екі эмоция қосылса, организмді күйретеді осы екі эмоцияның қосындысы. Сол үшін ендігіде қазір өкпелеу эмоциясымен жұмыс жасау. Өкпелеу ең бірінші мынаны түсініп алған дұрыс. Барлық бізді өкпелетіп жатқан адам немесе ситуацияға маңыздылықты алып тастау. Ол маңыздылық дегеніміз кім? Мені мынау біреу өкпелетті ма? Менің досым дейік. Ол өкпелетсе, мен оған күш беріп жатырмын. Ол демек маған әсер ете алады ол адам. Ол маған әсер етіп жатыр, мен өкпелету арқылы менің организмді күйретіп жатыр. Сол үшін барлық сосед, масет, көрші, дос, барлық 40 жыл бұрын көрген адамдарға сөзіне де өкпелей беруден алдын бүкіл өзіміздің тобымыздағы, өзімнің айналамдағы адамдарды екіге ажыратып алуды ұсынамын. Бірінші, мен өкпелеуге тұратын адамдар, олар менің ең жақын адамдарым, мені сыйлайтын, қадірлейтін, қабылдайтын, осы қалпымда қабылдайтын менің жақын адамдарым. Ондай адамдар екшеу-ақ өмірде болады, қалғандары таныстар енді. Қалғандары басқа адамдар. Басқа адамның эмоциясы, сөзіне, қылығына, не үшін мен өзімді маған әсер ету керек, ол басқа адамның сөзі, қылығы, мен туралы маған айтып жатқан сөздер. Мен неге оған сондай құдірет беруім керек, неге ол маған әсер ету керек, маған, менің организміме, неге мен оған эмоция бөлуім керек. Осы сұрақты бірінші өзімізге қойып, ойланып, өзіміздің айналамыздағы жақын адамдарымызды ажыратып алып, екінші өкпелеу эмоциясы келген кезде жұмыс жасау. Барлық енді ажыратып алғаннан кейін, мысалы, көшедегі біреу таныс, араласпайтын немесе андасында сөйлесетін бір адам да маған сөйлесе, мен оның сөзін, бірінші сөз келеді, сөзден кейін бізде эмоция шығады. Эмоция келерден алдын мен оның сөзін таразылауыма маған мүмкіндік бар. Егер сіз өз-өзіңізді көп бақылап жүре алсаңыз, эмоцияларыңыз, сезімдеріңізді өзіңіз бақылап, өз-өзіңіз басқара алсаңыз, саналы түрде, саналық басым болса, ол маған не айтты қазір? Оның мақсаты не үшін осындай ойға, не үшін маған ол сөзді айтып жатыр? Бұл адам кім? Мақсаты қандай? Маған мынандай әсер ету керек. Мен оған күш берем ба, бермеймін ба? Ол маған, ол адам құнды ма, құнды емес па? Менің өмірімде бұл адам қандай рөл ойнайды? Бұл адамға осындай эмоция беретіндей, осылай таразылап алып, құндылықты
өз өзіңіздің ол адамға эмоцияны шығаруға болатын болмайтынын жасап алатындай дәрежеге жетуге болады егер сіз саналы өмір сүріп өзіңіздің эмоцияларыңызды басқара алсаңыз. Ал егер басқара алмасаңыз, кім болса да автоматты түрде өмір сүреміз көбіміз. Автоматты түрде маған біреу өкпелететін сөздер айтса, мен ол сөзді сезініп, жарайды, сезініп, 1 минут пен 3 минуттың арасында болатын болса эмоция, соны сезініп, қазір менде не болып жатыр, мен мынандай сөзіне өкпеледім, менде өкпелеу сезімі шығып жатыр, қандай жерде не болып жатыр, денеде реакция болады, эмоцияға денеде реакция шығады, не болып жатыр, мынандай денем мына жерім жыбырлап жатыр, мына жерім ауырып жатыр, мынандай нәрсе, барлық эмоцияны бояп мида, өзіміздің миымызда бояп, осыны қабылдау дейді да, эмоцияны бояп, мынандай болып жатыр дегеннен кейін ол қабылданып, жұтылып кетеді. Одан кейін солай сіз қабылдай берсеңіз, өкпелеу эмоциясын, ол сізде әдетке айналады да, кейін сондай сөздер айтыла бергеннен кейін келе береді ғой, біз жалғыз өмір сұрамаймыз ғой. Келе бергеннен кейін біз ол эмоцияны ондай әсер ететіндей дәрежесі төмендей бастайды. Содан соң біз өкпелеу сезімімізді жайлап басқара аламыз. Басқа бағанағыдай, енді қайтадан маған біреу сөз айтты, мен оның сезімім кіріп кетті, оны құнды ол адам маған қандай адам деп бағалай алмаймын, ол эмоция менде басталып кетті автоматты түрде. Мен оны бақыладым, эмоцияны жоқ мен бұны сезінбеймін деп өтіп кетпей, өкпелеу эмоциясын бақыладым, не болып жатыр, бәр организмдегі өзім ойларым бәрін бақылап болғаннан кейін арқасынан тұжырымдамаға келу. Мені мына адам өкпелетті. Мысалы, бір кафеге бардым, немесе бір магазинге бардым, маған ауыр сөйлеп өкпелетті, тұжырымдамаға келу. Маған осы магазиннен басқа жерге барып, осы нәрсені алуға мүмкіндік бар ма? Мен неге өзімді өкпелететін жерге баруым керек? Маған ауыр сөйлейтін адаммен неге мен көп, мысалы, ең жақын емес адамым болса, маған әрбір сөйлескен кезде өкпелететін сөздер айта беретін, неге мен ол адаммен байланыс жасауым керек? Одан неге сұрақ қойып тұжырымдамаға келу? Сөйтіп өз-өзін қорғау, өз-өзіне барлық жерге бара бермей, мысалы, маған жақсы сөйлесе де, жаман сөйлесе де барып, бәр адам кешіріп, ол эмоцияға да қарамай жүре бермей, үйтіп жүре берсек, біздің организм күйрейді, эмоцияны олай қарауға болмайды сезімдерге. Тұжырымдама шығарып, өз-өзімізді сыйлап, құрметтеп, мен неге бұл адамның сөзін қайта тыңдай беруім керек? 1-2 рет қайтарып, маған ауыр болып жатыр мына айтқан сөзін. Егер ол адам түсінбесе, қабылдамаса, одан соң шешім қабылдау. Осы ересек адамның өкпелеу сезімі мен кішкентай балалардың өкпелеу сезімінің айырмашылығы да осыда. Ересек адамдар, кішкентай балалар өкпелеп, жанжал, ұрыс шығарып, жанжал бәрін шашып, төбелес шығарып кетеді, эмоциямен жүреді да, бірақ олар тұжырымдама шығармайды. Ал ересек психиканың, біз бәріміз ересектерміз ғой, ересек психиканың айырмашылығы эмоцияны сезініп болғаннан кейін тұжырымдама шығару, өз-өзін бақылау, басқару, өз-өзін құтқару, сонда эмоцияны қиын жағдайға түсетін ситуациялардан. Сол үшін өкпелеу сезім эмоциясымен жұмыс істеудің тәсілдері осындай. Келесіде өзін кінәлау және бірінші өзін кінәлау туралы, өз-өзін айып сезіну, өз-өзін кінәлі сезіну, одан кейін басқа адамды кінәлау сезімдерімен танысамыз. Жақсы.